Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге Дамиркен. Бүгін тауық етінен рулет пісіреміз. Міндетті түрде пісіруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет, мерекелік дастарханға пісіруге болады. Тауық етін алып, сүйекті еттен ажыратып аламыз. Дәл осы видеодағыдай істеңіз. Тұз етіміздің ортасын бөлеміз. Тауық етін жақсылап ұрып аламыз. Сол кезде тауығымыз нәзік және көлемі де ұлғая түседі. Фольгамызды жайып қоямыз. Соның үстіне күнбағыс май, чеснок, шымшы тұз және қара бұрыш жағамыз. Мен алдын ала тауық етіне чеснок, шымшы тұз және бұрыш жағып шықтым. Салмасын өзіңіз таңдайсыз. Мен сәбізді қуырып, ішіне сәбіз салатын болдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша саңырауқұлақ және жұмыртқа немесе зелень салуға болады. Рулетімізді нығыздап ораймыз. Рулетімізді жіппен орап шығамыз. Сапалы фольганы қолдануға кеңес беремін. Рулетімізді кәмпит тәрізді қылып ораймыз. Фольгаға 2 қабаттап орау қажет. Пар шығу үшін рулетіміздің 2 жақ шетін тесіп қоямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 40 минут пісіреміз. Рулетімізді фольгадан шешіп қойдым. Золотистый корочка болу үшін тағы да пешке 15 минутқа қойып қойыңыз. Рулетіміз дайын, ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз.